Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Мадина. Бүгін сіздерге итальяндық салат закуска капрезенің рецебін ұсынамын. Жасау жолы өте оңай, тез дайындалады, әрі дастарханыңызға әдемі сән береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның описаниясына қажетті ингредиенттерді жазып өтемін. Мен руккола салатын қолдандым. Негізінен оригинал рецепте жасыл базиликті қолданады. Дегенмен де руккола салатымен де өте дәмді шығады. Ең алдымен осылай руккола салатымызды тарелкемізге қойып шығамыз. Келесі кезекте біздің қызыл қызанақтарымызды домалақ етіп турап шығамыз. Қызанақтардың көлемін бірдей етіп тураған дұрыс, өте әдемі көрінетін болады. Содан кейін бізде сыр моцарелланы тураймыз. Моцарелла сыры өте жұмсақ, нәзік келеді, сол себептен де асықпай, ақырындап турағандарыңыз дұрыс. Турап алған қызанақ пен моцарелла сырымызды осы рукколаның үстінен кезекпен қойып шығамыз. Салатымызға құятын соусты дайындаймыз. Соусқа тұз, қарабұрыш және де орегано дәмдеу үшін қосамыз. Егер де сіздерде тың базилик болса, осының барлығын қосып, блендерден өткізіп, песто соусын жасасаңыздар да болады. Және де 2 ас қасық зәйтүн майын қосамыз. Осы соусымызды араластырып, біздің салатымыздың үстінен құйып шығамыз. Біздің салатымыз дайын. Салатты әрлеу үшін мен осындай бальзамический соусты қолдандым. Оны арнайы кондитерлік пакетке құйып алдым. Сәндеп шығуға өте ыңғайлы болуы үшін. Бұл соусты пайдалану міндетті емес. Біздің салатымыз дайын болды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте маңызды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.